Сәлеметсіздер ме? Мен Сержанов Мағжан Нартайұлы. Ұстазы жақсының ұстанымы жақсы демекші. Мен өз мамандығымда Қызылорда облысы Арал ауданы Ақпай ауылындағы Қызғалдақ балабақшасында музыка жетекшісі болып қызмет атқарудамын. Мен өзімнің алғашқы қадамымнан, бағытымнан десе де болады. Яғни таңдаған мамандығымнан еш жаңылмадым деп сеніммен айта аламын. Қазіргі таңда мен ұстазбын. Балабақшамда 25 бүлдіршін тәрбиеленуде. Әр қайсысы бір әлем, әр қайсысы бір жұлдыз, бір үйдің еркесі. Мен ең алдымен олардың бойындағы мейірімділік пен сүйіспеншілік қасиеттерін қалыптастырғым келеді. Балабақшаға келгенде оларға шуақ шашып, күлімдеп қарсы аламын. Олардың әрбір күніне сәттілік тілеп, сабақтарына керемет көңіл күймен баруын қамтамасыз етемін. Заман талабына сай әр іске сыни көзқарасын қалыптастырып, өз пікірін еш қысылмай сауапты жеткізе білетін оқушы дайындауымыз қажет. Бүгінде осы салада жұмыс жасап жатқаныма 3 жыл. Ұстаздық жол қызығы мен шыжығы қатар жүретін оңай жол емес. Бұл үлкен жауапкершілік пен шығармашылықты талап ететін жұмыс. Жас бүлдіршіндерімізге өнермен бірге тәрбиені бойына сіңіре білу қажет. Ол үшін сен актерда, психологта бола білуің шарт. Әр баланың мінез-құлқы, сабаққа деген ынтасы әртүрлі деңгейде болады. Сондықтан жүрегіне терең бойла деп Абай атамыз айтқандай, сен сол бүлдіршіннің өміріне өзіндік жол сала білуің керек. Ендеше білімді де білікті ұрпақтар санын арттыру дәл мендей ұстаздардың мойнына жүктелген үлкен жауапкершілік деп білемін. Өмір үздіксіз талап пен талпынудан, үйрену мен ізденуден, жаңару мен жаңғырудан тұрады. Әлемнің озық көшінен қалмай, уақыттың талабынан талмай, биікті бағындыру үшін өнерді де, білімді де қатар меңгеру қажет. Мен олардың жан-жақты шығармашыл тұлға болғанын қалаймын. Сол үшін де өзімде ізденісте жүремін. Оларға жол көрсетіп, бағыт-бағдар сілтеп, өмірлік ұстанымдарын қалыптастыруда ықпал етемін.
айтамыз. Ля, 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 әрбір бала бір жұлдыз, оларды жарқырату біздің қолымызда. Балабақшам менің мақтанышым.